Ересек түйенің салмағы 700-800 кг дейін жетеді. Қалың түйе жүні күн сәулесін шағылыстырады және бұл жануарларды аптап ыстықтан қорғайды. Өркешінде сақталған майдың қорына байланысты түйе 1 айға дейін тамақ пен сусыз өмір сүре алады. Бұл жануарлар 50-60 шақырым жердегі су көзін сезініп, оазистерді табады. Түйелер жарысы Біріккен Араб Әмірліктерінде өтеді. Оларға шабандоз ретінде роботтар отырғызылады. Шаңды дауыл кезінде түйелер танауын мықтап қысып, мұрынға құм түспейтіндей етіп жауып тастай алады. Тіпті тәжірибелі түйешінің өзі жатып қалған түйені тұрғыза алмайды. Себебі түйе жатып демалуды көздесе, оны оңайлықпен тұрғызу қиын. Түйе сүті сиыр сүтіне қарағанда әлдеқайда пайдалы. Сонымен қатар оның құрамында лактоза жоқтың қасы. Түйелерде бір кірпіктің орнына 2 қатар кірпік болады. Кірпіктердің бұл тығыздығы көздерін құмнан сенімді қорғауға көмектеседі. Түйе суды басқа тіршілік иелеріне қарағанда көп тез ішеді. Бір уақытта ол 150-180 литрге дейін суды іше алады. Түйе араб тілінде сұлулық деген мағынаны білдіреді. Бұл жануарлар арасында ұрғашылары агрессивті келеді. Әдетте олар агрессияны еркектермен бәсекелесу кезінде танытады.